19 ғасырдың бас кезіндегі кіші және орта жүз. 19 ғасырда кіші және орта жүз қазақтарының басты мәселелері Ресей империясының отарлық саясатының күшеюі. 19 ғасырда кіші және орта жүз аумақтары толықтай Ресей империясы бақылауына өтті. Патша үкіметінің мақсаты қазақ даласын шикізат көзіне айналдыру, әскери стратегиялық аймақ ретінде пайдалану, ұлттық басқару жүйесін жою. Соның нәтижесінде қазақтар саяси дербестігінен толық айырылды. Барлық шешім сырттан қабылданды. Жер мәселесінің ушығуы. Жер қазақ өмірінің негізі еді. 19 ғасырда ең шырайлы жайылымдар мемлекеттік меншік деп жарияланды. Орыс шаруалары мен қазақ әскерлері қоныстандырылды. Қазақтардың дәстүрлі көш жолдары қысқарды. Бұл көшпелі мал шаруашылығын күйретіп, халықты кедейшілікке және аштық қаупіне әкелді. Хандық биліктің жойылуы. Қазақтың дәстүрлі басқару жүйесі біртіндеп таратылды. 1822 жылы орта жүзде, 1824 жылы кіші жүзде хандық билік жойылды. Оның орнына округ, болыстар, ауыл старшындары енгізілді. Хандардың орнына тағайындалған шенеуніктер халық мүддесінен гөрі патша саясатын орындады. Салықтар мен міндеткерліктердің көбеюі. Қазақ халқына жаңа экономикалық ауыртпалықтар салынды. Түтін салығы, мал салығы, жол, көпір, бекініс салу міндеті. Салықтардың көбеюі халықтың тұрмысын одан әрі нашарлатты. Наразылықтың өсуіне себеп болды. Ұлт-азаттық көтерілістер отарлық езгіге қарсы халық бірнеше рет қарулы қарсылық көрсетті. Соның ең ауқымдысы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 1837-1847 жылдар аралығында. Көтерілістің мақсаты жерді қорғау, хандық билікті қалпына келтіру, отарлық қысымды тоқтату. Бұл қозғалыстар қазақ халқының еркіндікке деген ұмтылысын көрсетті. Дәстүрлі өмір салты мен ұлттық болмыстың бұзылуы. Ресей билігі қазақтың рухани өміріне де әсер етті. Көшпелі өмір салты шектелді. Рулық байланыстар әлсіреді. Дәстүрлі құқық маңызын жоғалтты. Ұлттық мәдениет пен рухани тұтастыққа қауіп төнді. 19 ғасырдың басында қазақ даласының негізгі тіршілігі көшпелі мал шаруашылығына сүйенді. Халықтың басым бөлігі маусымдық көшу арқылы өмір сүрді. Қоғамда дәстүрлі әлеуметтік топтар, хандар, сұлтандар, билер, батырлар, ақсақалдар, старшындар және қараша. Мал басты байлық әрі әлеуметтік мәртебе өлшемі болды. Қоғамдағы негізгі қиындықтар жайылым тапшылығы, қыстың қатал болуы, рулар арасындағы жер мен мал үшін талас. Бұл жағдай халық тұрмысын біртіндеп нашарлатты. Хандық биліктің ықпалы. 18 ғасырдағы Абылай хан тұсында күшейген билік 19 ғасырдың басына қарай әлсіреді. Хандардың билігі ру аралық қатынастарды шектеуге әлсіз бола бастады. Хандық билікке Ресейдің араласуы күшейді. Хандарды бекіту құқығы патшаның қолына өтті. Кіші жүзде бірнеше ханның қатар билеуі саяси бытырақтылықты арттырды. Хандық билік өзара бірліксіз, әр жүзде бірдей күшке ие емес. Ресей қолшоқпарына айналып бара жатқан жүйе болды. Орыс қысымының басталуы. Ресей империясы қазақ даласын толық бақылауға алуға кірісті. Шекара бойына бекіністер орнатты. Сауда тек орыс бекіністері арқылы ғана жүргізіп, қазақтар экономикалық тәуелділікке түсті. Орыс әскерлері қазақ руларының көшу жолдарын шектей бастады. Ресейдің саясатының түпкі мақсаты хандық билікті жою және қазақтарды империялық жүйеге енгізу болды. Әлеуметтік жағдайдың қиындауы. 19 ғасырдың алғашқы онжылдықтарында қазақтардың тұрмысы күрделене түсті. Жайылымдардың таралуы мал санына азайды. Салықтар енгізілді. Хандық биліктің әлсіреуі. Орта жүзде 1821 жылы Уәли хан қайтыс болды. 22 жылы Сперанскийдің Сібір қазақтары туралы жарғысы қабылданып, хандық билік ресми түрде жойылды. Округ, болыс, ауыл жүйесі енгізілді. Округ басшылары Ресей тағайындаған аға сұлтандар болды. Кіші Шерғазы Айшуақ ұлы соңғы хан болды. 1824 жылы Орынбор қазақтарын басқару ережесі бойынша кіші жүзде хандық жойылды. Кіші жүз 3 бөлікке бөлінді. Батыс, орта, шығыс. Билік дистанциялық бастықтар мен аға сұлтандардан өткен болатын.
орыс қысымының күшеюі 1820-40 жылдары Ресейдің ықпалы тікелей күшейді. Қазақ жерінің басым бөлігі мемлекеттік жер деп жарияланды. Ресей әскері даланың ішкі бөліміне дейін енді. Бекіністер саны жыл сайын өсіп отырды. Қазақтарға жаңа заңдар мен салықтар міндеттелді. Негізгі даталар: 1822 жылы орта жүзде хандық билік жойылды, 1824 жылы кіші жүзде хандық билік жойылды, 24-27 жылдары алғашқы округтер Қарқаралы, Көкшетау ашылған болады. Хандық биліктің толық жойылуы 1840-50 жылдары орта және кіші жүзде хандық билік мүлде тоқтатты. Қазақ даласы Ресей империясының құрамына әкімшілік аймаққа айналды. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі: қазақтардың әлеуметтік топтары қайта бөлінді. Байлар күшейді, кедейлер көбейді. Рулар арасындағы байланыстар әлсіреді. Билер сотының рөлі төмендеп, Ресей заңдарына үстем болды. Орыс ықпалының толық орнауы: қазақ жері облыстарға бөлінді. Орыс шаруаларының қоныстануы басталды. Қазақ жері патша үкіметінің меншігіне саналды. Экономика Ресейге толық тәуелді болды. Ұлттық сананың оянуы: бұл кезде қазақ халқының еркіндікке деген ұмтылысы күшейді. Хандық жойылғанымен ұлттық бірлік идеясы күшейе түсті. Назарларыңызға рахмет.